Ең бірінші осындай үлпілдек сметанник жасап үйренетін боламыз. Ол ең алдымен ұнымызға разрыхлитель саламыз, ванильный сахар саламыз, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқаның сарысына шекерімізді, одан кейін кішкене суымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз, ішіндегі шекерін ерітіп. Ұнымызды алып, енді осы сұйықтығымызды құямыз. Ұнымызға сары майды саламыз. Сары майымыз 82% болған абзалырақ. Қамырымызды жақсылап араластырып, холодильникке кемі жарты сағатқа салып қоямыз. Видеода көрсетілгендей, осындай әдемі тесто болып шығу керек. Қамырымыз холодильникте тұрған уақытта біз кремін дайындаймыз. Қаймаққа өлшенген сгущенка саламыз. Одан кейін осындай ұн саламыз и жақсылап араластырамыз. Бір шетке алып қойып, енді жұмыртқаның қалған ағы, соған шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Осындай болу керек. Енді осыны қаймаққа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің креміміз дайын. Енді осындай форма керек болады бізге. 24 немесе 26 сантиметрлік болады диаметрі. Қамырымызды алып, жақсылап жайып шығамыз. Кремімізді саламыз ортасына. Духовканы 170 градусқа 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қамырдың астын вилкамен тесуді ұмытпаймыз. Видеода көрсетілмей қалыпты, бірақ астын міндетті түрде тесіңіздер. Пирогымызды духовкаға жібереміз. Духовкадан шыққаннан кейін формада кемі 2 сағат тұру керек. Кейін холодильникке тағы да 2 сағатқа жібереміз. Сол кезде біздің креміміз стабилизация болады. Міне қараңыздар, біздің сметаннигіміз дайын болды.